Түнгі Семей, түнгі қала жарық шамдармен жанданып бара жатқандай. Неге десеңіздер, биыл Семей қаласындағы жолдың жиегіндегі жарық шамдарға жөндеу жұмыстар жүргізілген болатын. Толығырақ біздің бейнематериалда. 25 қазаннан бастап Семейде Еуропалық қайта құру және даму банкімен келісім шарт аясында көше жарығын жаңғырту және қайта құру бағдарламасы басталды. Бағдарлама аясында қалада 7600 жаңа жарық шамдар орнатылып, 120 шақырымнан астам электр жабдықтары, кабель өнімдері ауыстырылмақ. Сондай-ақ қала тұрғындарының өтініші бойынша бұрын жарықтандыру болмаған Морозов, Қаржаубайұлы және басқа көшелер қосымша жарықтандырумен қамтылады. Қазіргі таңда Бостаев көшесімен бірқатар көшелерге жарық диодты шамдар орнатылды. В целом охватит. Биыл біз 3000 жарық нүктелерін орнатуды жоспарлап отырмыз. 2021 жылы тағы 4600-ді аламыз. Бостаев көшесіндегі жұмысты аяқтадық. Одан әрі Тұруханов және Қаржаубайұлы көшелері бойынша жұмыстар басталады. Жалпы қала бойынша 136 көше жарықтандырылмақ. Жобаны жүзеге асырумен Горсвет жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясы айналысады. Желіде 7 бригада жұмыс істейді. Еуропалық қайта құру және даму банкімен ынтымақтастық аясында қалаға 575 шам алынды. 10 күннен кейін тағы 1800 шам жеткізіледі деп күтілуде. Жобаны аяқтау келесі жылға жоспарланған. Әрине жақсы ғой. Ол қаланың көркейгені, Қазақстанымыздың, өзіміздің жеріміздің, қалаларымыздың көркейгені әрине құпталатын нәрсе ғой. Жарық біздің қаламыз үшін әрқашан қажет. Әсіресе орнатылған жарық шамдары бізге жақсы болды. Соның арқасында кешкі уақытта жұмыстан көше бойлап қайту мен үшін ыңғайлы әрі қауіпсіз бола түсті.